Әлемді 6 күнде жаратқан жаратушы 6-шы күні жұмыспен ұзақ отырып қалыпты. Бірінші рет ұзақ жұмыс жасағанын байқаған періштелер жаратушының қасына жақындап сұрақ қойыпты. Жаратушы, бүгін ұзақ отырдыңыз, қандай жұмыс жасап жатырсыз? Жаратушы, мен әйелді жасадым, деп жауап беріпті. Әйел дейсіз бе? Бұл қандай жан? Деп сұрапты періштелер. Әйел, бірден бірнеше баланы құшақтап, тербете алатын етіп жасадым. Өз құшағымен жаралы жүректі жазалатын етіп, қайғы мен мұңды ұмыта алатын етіп, ауырған жеріңді баса алатын етіп жараттым. Соның бәрін тек 2 қолымен жасай алатын етіп жараттым, деген екен. Періште жаратушының жасап шығарған адамына қарап тұрып, сіз айтқан нәрсенің бәрін тек 2 қолымен атқару мүмкін емес қой, деп қарсылық білдіріпті. Сонда жаратушы өз жұмысына қарап, бұл менің ең сүйікті пендем болар анық. Өйткені бұл жанға бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербете алатын қасиет бердім, деген екен. Періште жаратушының жасаған пендесіне қол тигізіп, жаратушым, сіз бұл жанға соншама құдірет бере отырып, осыншама нәзік етіп жаратуыңыз қалай, деп сұрапты. Иә, ол нәзік, бірақ нәзік болып көрінгенмен, сырт көзге көрінбейтін үлкен күш, жігер, қуат бердім бұл жанға. Сен бұл жанның қандай қиындықтар мен соққыларға төзе алатынын елестете де алмайсың, депті жаратушы. Періште жаратушының жасаған пендесіне қол тигізіп, жаратушым, сіз жасаған жанның көзінен су шығып жатыр, дейді. Сонда жаратушы, ол су емес, ол көздің жасы. Ол көз жасы мен ішіндегі қайғыны, ренішті, қуаныш пен махаббатты, жалғыздық пен күйінішті білдіре алады, деген екен. Періште шын таңданысын жасыра алмай, жаратушым, шын мәнінде бұл өмірдің барлық қиындығын мойымай алып жүре алатын ерекше жан екен, депті. Бұл жан махаббаттың барлық түрін, отанға деген махаббатты, балаға деген махаббатты, сүйіктісіне деген махаббатты бере алатын жан екен. Сондықтан адам бойындағы барлық жақсы қасиет ана сүтімен берілсін, деген екен. Иә, солай, дейді жаратушы. Бұл жан қуанып тұрып жылай алады, жылап тұрып қуана алады, айқайлағысы келе тұра күлімсірей алады. Жүрегіндегі жараны ешкімге білдірмейді. Сенімін ешқашан жоғалтпайды. Әділетсіздікке ешқашан төзбейді. Өйткені әлемде ана махаббатынан асқан ештеңе жоқ. Мен солай жараттым бұл жанды. Бұл жан үшін ең қымбаты жанұясы. Жақындары, туысқандары өмірден өткенде жүрегі қарс айырылып, қасірет шегеді. Бірақ күштілігінің арқасында соның бәрін жеңеді. Әйелдің сүйгені, әйелдің құшағы, әлемдегі барлық ем-шипадан, дәрі-дәрмектен артық болады. Тек бұл жанның бір ғана кемшілігі бар. Әйел өзінің ұлы күштің иесі екенін, жаратушыдан берілген ұлы қасиеттің иесі екенін ұмытып кетеді. Сондықтан әйелдің қасында оның жер бетіндегі ең ұлы адам екенін есіне салып отыратын жақындары болады. Олар менің жіберген қателігімді түзеп отырады, деген екен жаратушы.